Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі менің тіршілігім мынандай ойыншық салатын дорба тігемін. Менімен бірге болыңыздар. Қалай тігеміз қазір бастан аяқ көрсететін боламын. Мінекей достар, біз ол үшін мынандай уже керексіз наволочкалар міне жыртылып кеткен. Бұларды тастамаймыз. Осылардың бәрін іске жаратамыз. Мынау наволочкадан уже тозығы жетіп шіріп кеткен. Бұларды тоже осылай екі қабатыменен үстінен құрақ тігетін боламыз. Мына бір кофта тоже түсі оңып кеткен. Жыртық ештеңесі жоқ, бірақ түсі оңып кеткен. Бұларды жаңағы үстінен құрақ тіккенге өте жақсы бұларды. Дамбалы тоже бұндайларды тастамаймыз. Жаялықтар, міне қыздарымның жаялықтары уже керексіз. Бұлардың бәрін үстінен құрақ тігіп қолданатын боламыз. Қазір көрсетемін. Мінекей бәрін кесіп қайшыменен кесіп аламын. Сөгіп те алуға болады, оны сөгіп отыратын кішкене уақытты көп алады. Қайшыменен кесіп керексіз жерін бәрін алып тастаймын. Футболканы кесіп алдым, дамбалын да кесіп, белінің резинкасын да кесіп тастаймыз. Мінекей достар, бұлардың бәрін үтіктеп бірінші дайындап аламын. Үтіктеп алсақ кішкене бір тегіс болып, өзімізге тіккенімізге оңай болады. Бәрін осылай дайындап аламын. Сосын бетіне тігетін құрақты да бәрін үтіктесек, сонда құрағымыз да бір тегіс болып әдемі түседі. Осылай бәрін сөгіп дайындап алғанмын. Мұнда бір таныс апайым бар, сол тігіншіді, осындай көйлектің етектері, міне шалбардың етектері, осындайларды керек кезде барып алып тұрам. Ол кісілер дайын болған кезде звондайды, барып алып келем. Міне мынандай сары түс, міне тоже көйлекке бірдеңенің етегі. Мынандай сары, көк, жасыл түстер құрақтың түсін әдемі ашады. Осылардың бәрін тоже үтіктеп, бәрін дайындап аламын. Достар, біз дайын лекала жасап алуымыз керек. Бізге былайынан 150 сантиметр, былай 60 сантиметр мата керек бізге. Бұл енді сіздерге түсініксіз болуы мүмкін. Міне дайын болғанда примерно осындай дорба болып шығады. Мына жері былай тігіледі де, мынау былай төрт бұрыш болып, сонда дорбамыздың түбі сонда төрт бұрышты осындай дорба болып шығады. Беті ашық. Осылай болады. Ал енді ол үшін бізге жаңағы бәрін қырқып дайындап алған керексіз маталарымның бәрін осылай төрт бұрыштап тігіп алдым. Өзіме тіккенге ыңғайлы қылып, осылай бұның бетіне құрақ түсіреміз. Құрақ түсіргенде осылай кішірек қылып алып түсірмесек, сплошной 1,5 метр матаға олай құрақ түсіру кішкене қиындау болады. Міне біріншісі примерно көрсетейін. Міне осылай құрақ түсірдім. Осылай матаны шамалап алсақ, кішкене құрақ түсіру оңайлау болады. Қазір енді бұл құрақты қалай түсіреміз, соны көрсететін боламын.
Бұл құрағымыз крейзи деп аталады. Матаның қақ ортасынан қойып, осылай шетінен қойып тікпете береміз. Жаңағы түсіне қарай сәйкестендіріп, кішкентай маталардан бастап осылай қойып, айналдырып тіке береміз. Достар, былай тігіп алдық. Енді желательно әр нені тігіп отырған сайын осылай үтікке басып отырған жақсы. Сонда құрағымыз сонда әдемі түседі. Енді былайынан түсіреміз. Енді разница жоқ, қандай мата тура келеді, кішкене түстерін сәйкестендіріп, солай тігіп кете береміз. Ең үлкен таудың биіктігі бақшада, әдемі киноның ыстық кейіпкері. Жанымнан өтіп кететін елеске, сенің сұлулығыңды қосып елестеттім. Жоқ жарығым, тағдырым құр болма, бірігіп шығайық. Екі матаны тігіп болдым, енді үшіншісінде дәл солай тігіп шығатын боламыз. Міне үшеуінде тігіп болдым бәрін. Енді астыңғы матасына туралап, линейкамен сызып кесіп аламыз. Мынандай үш бұрышы бар линейка болса тіптен жақсы. Төрт бұрышы да бірдей шығады сонда. Неге үшеуінде сызып өлшеп қырқып алдым. Енді үшеуін бір-біріне жалғайтын боламыз. Үшеуі міне осылайынан түседі. Ортасына лента қырқып алдым. Лентаның ширинасы 3,5 сантиметр. Осылайынан қойып, астынан үстінен қосып тігетін боламыз. Мінекей достар, бірінші бір пластинаға лентаны астынан түсіреміз және үстінен түсіреміз бірдей қылып. Осылай бір тегіс қылып тігіп аламын. Былайынан.
мінекей 2 лентаны асты үстінен тігіп болдық. Енді мына астыңғы лентаға мынау екінші немізді былайынан жалғаймыз. Осылай жалғап тігіп аламын. Мінекей достар, астын қосып тігіп алдым. Енді мынау үстін былайынан қайырып, енді осылайынан тігіп шығамын. Міне асты уже былай қайырылып тігіліп шықты уже. Енді үстін осылай қайырып, үстінен басып тігіп шығамын қазір. Мінекей достар, ортасынан лента қосып, 3 пластинаны қосып тігіп алдық. Енді бұған астар тігеміз. Астарға міне мына бір ескі маталар, мынау екі қабаттап түсіремін осылай. Бұл мынау негізгі матаменен мынау астардың ортасына тігіледі. Міне астарға мынандай шыт мата кесіп алдым. Бұны енді осылай қазір тігіп шығамыз. Сосын мына қалтамыз кішкене қаттылау болу үшін стёганый дейміз ғой, стегать етіп шығам. Қазір былай бәрін ақырындап осылай стегать етіп шығам. Сонда дорбамыз кішкене қаттылау, нықтау болып шығады. Қазір тігіс барысында көрсетемін. Астарын қосып айналдырып тігіп алдым. Енді былай сызып алдым. Зигзагпенен қазір тігіп шығам. Сызып алдым, бір тегіс шығу үшін. Қазір енді осылай зигзаг болып бастан аяқ тігіп шығамын. Мінекей достарымның бәрін мынандай стёганый қылып тігіп алдым зигзагпенен. Енді бұны осылай былайынан қосып екі шетін тігемін. Бұл екі шетін тігу үшін осы мынау ортасын мынандай қосқан сияқты қылып, жаңа қоңыр матаменен осылай екі ортасын былай жалғап тігіп шығамын қазір. Мына шетін және мына шетін. Міне қалтамыздың ұзындығы 160 сантиметр, былай ширинасы 65 сантиметр шықты. Мінекей достар, дорбамыздың екі шетін тігіп алдық. Мінекей мындай жолақ түсті. Ішіне де дәл солай жолақ түсті. Енді мынау аузында сосын тура осы техникаменен бекітетін боламын. Ал қазір бірінші дорбамыздың түбі. Дорбамыздың түбі былай тігіліп тұр ғой. Енді бұны алып, былай бүктейміз да, бұл жерден былай тігеміз. Тура кәдімгі анау шопер сумкалар тігіледі ғой. Тура сол сияқты қылып, түбінен былай тігеміз қазір. Мінекей достар, дорбамыздың түбін тіктім. Мінекей былайынан тігіліп, мынау үшбұрышын енді кесіп алып тастауға да болады, бірақ мен кескен жоқпын. Осылай түбіне жабыстырып, осылай тіге салдым. Қолменен тіктім, машина тікпей жатыр, қалың болып кетті уже. Осылай түбіне осылай жабыстырып тігіп қойдым. Міне түбі осындай дорбамыздың. Енді оң қаратамыз. Оң қаратқанда осындай дорбамыздың түбі осылай төрт бұрышты болады. Енді бұл дорбамыз жұқалау болды.
Енді бұл дорбамыз кішкене мынандай тік тұрмайды, иә достар. Осы қалыңдықтың өзін менің машинам әрең алды. Бұдан қалыңды уже тікпейді менің машинам. Енді ішіне ойыншықтар салғаннан кейін өзі де тұрады деп ойлаймын. Мына екі шетінде мынау екі қосылған жері негізі ашық. Соған мынандай таяқ тығып қояйын деп тұрмын, кішкене де болса опора болсын деп. Мына орхидея гүлдерінің таяқтары ғой. Son екі шетінен тығып қоямын осылай. Сәл де болса опора болады. Мінекей достар, екі шетіне мына таяқты салып қойдық. Енді мына түбіне қалың картоннан, қалың қағаздан былай төртбұрыштығып кесіп салып қоюға болады. Сонда түбі нық тұратын болады. Ал енді біз бұған аузын тігеміз. Достар, міне аузына лента дайындап қойдым. Тура осы мынау ортасын қосқандай техникамен тігем. Бұны да мынандай астынан и үстінен қойып, сосын былайынан екеуін екі жағынан қайырып былай тігем. Соны тігеміз, сосын дорбаның екі шетіне мынандай стайтын тігем. Мынау бір пальтоның несі, белбеуі, соны жай қырқып алып осылай орната қоям. Стайтын қылып. Қазір бірінші мынау аузын бекітіп тігіп аламыз қазір. Мінекей достар, мына дорбамыздың аузын тігіп алдым. Бір тегіс болып шықты. Енді мынау бауды тігеміз. Мына баудың шеттерін зигзагпен тігіп алдым. Енді бұны осылай орнатамыз қазір. Біреуін бір шетінен, екіншісін екінші шетіне. Мінекей достар, мынандай дорба дайын болды бізде. Екі бауы. Осындай үлкен қапшық былай айтқанда. Қазір енді ойыншық салып көреміз. Ойыншық салғаннан кейін былай бойын тіктеп ұстайды деп ойлаймын қазір. Міне достар, дорбамыз дайын. Ойыншықтардың бәрін салдық. Міне ойыншықты салғаннан кейін осылай бойын түзеп тұр. Бүкіл ойыншығымыз сыйды ішіне. Мінекей осындай дорба болды. Ал назарларыңызға үлкен рахмет баршаңызға. Осы жасаған тіккен дорбам ұнап жатса, лайк басып, пікір жазып, қолдау көрсетіңіздер. Баршаңызға үлкен рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Қараңдар.